жүретін сенімді шәкірттерім болады деп сенемін. Жолдар ашық болсын. Бүгін бастауыш сыныбын тәмамдап жатыр. Енді ары қарайғы орта сынып жетектейтін мектебіміздің кеңесші ұстаз химия мұғалімі Татьяна мұғалімға осы классымды тапсырамын, табыс етемін. Және Татьяна мұғалімді сахнаға шақырайық. Hayırlı құрметті аналар, құрметті мектеп әкімі, құрметті ұстаздар, құрметті шәкірттер. Сіздерге бүгінгі күннің сәлемін жолдаймын. Өзімді таныстыра кетсем, білім саласында 20 жылда жұмыста жүрген химия пәнінің мұғалімімін. Биыл 4-ші рет 12-ші сыныптарда жетектеп, биыл 12-ші класын сынып бітірген. Осы 9-ші айда жаңа оқу жылында осы көп жылы білім саласына саналы да сапалы қызмет атқарған Назгүл мұғалімнің класын ары қарай жетектеуге осындай шешім қабылданған. Сол бойынша бүгін сіздердің алдарыңызға келіп тұрмын. Балаларымыздың өнерін, білімін 5 жыл бойы не үйренгенін өздеріңіз көрдіңіздер. Шәкірттеріңіз өте балаларымыз білімді, өнерлі, сондай талантты балалар екен. Өзім көріп тәнті болып отырмын. Енді сіздерге айтарым осы үлкен білім ордасы, біздің 3-ші аға мектебі өлкемізде, аймағымызда алдыңғы қатарда жүретін үлкен білім ордасы. Біздің мектебімізде Монғолия елінде кеңесші ұстаздың, азғантай ұстаздың 5-еуі осы біздің мектебімізде. Соның біреуі мен боламын, химия пәнінің кеңесші ұстазы. Сондықтан балаларымызды осы мектепте ары қарай оқуын жалғастырып, 12-ші толық орта мектеп бітіруін сіздерден сұраймын. Біздің мектебіміздің мұғалімдері аймағымызға танылған, кереметтей бір барлық салада мықты ұстаздар бар. Сіздердің балаларыңыз сол мұғалімдерден тәлім-тәрбие алса, білім алса, жаман болмайды деп ойлаймын. Ең бер жағын айтқанда, жаңағы үкіметте 3 рет 6 медаль алған қоғам пәнінің мұғалімі ерген мұғалім жұмыс істейді біздің мектепте. Енді айта берсек, барлық мұғалімдер жаман мұғалім жоқ, барлығы да жақсы, мектеп ортасы ыңғайлы, қолайлы, сондай орта. Ары қарай осы химия кабинетінде осы балалар өздері бастаушыда оқыған білім саласының озат қызметкерлері Күрлем атындағы химия кабинетінде оқитын болады. Сондықтан балаларымыздың адамы құтты, талабы биік болсын. Сіздерден ары қарай тілейтінім, балаларымыз әрқашан аман болсын, оқуда, өнерде озат, жүйрік оқушылар болсын. Мен өзім осы балалардың өзіне де айтқым, өткенде бір енді біздің қоғамға ең керекті маман дәрігер маманы ғой. Сол дәрігер маман бойынша өзім сабағын беремін химия пәнінің. Болашақ көптеген шәкірттер дәрігерлік жолына менің қолымнан өтіп жолдама алған. Сенулеріңізге болады. Өзіміздің аймағымыздың соңғы 5 жыл, 6 жылда осы Ылғай 3-ші аға мектебінің оқушылары химия пәнінен естегірек шақырып дейді ғой, ұлттық бірыңғай тесті және олимпиадаларда өте жоғары көрсеткіштер көрсетіп отыр. Сондықтан енді ары қарай химия, биология деген биологияда керемет мұғалімдер бар біздің мектепте. Сондықтан оқушыларымызды, балаларымызды бізге сеніп тапсыруларыңызға болады, ата-аналар. Сіздерге көптен көп рахмет. Балаларымыздың ары қарайғы білім жолынан үлкен табыстар тілеймін. Рахмет сіздерге.